Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен медовик тортының рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі деген күшті болып шығады. Нежный, жұмсақ болып шығатын торттардың бірі. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі күшті болып шығады. Және кремінің де жасалуы оңай. Ешқандай миксерді қолданбай-ақ кремін жасайсыздар қыздар. Рецептін қабыл алыңыздар. Ол үшін бізге осындай ыдыс керек болады. Қазір газға барлығына қойып ерітетін боламыз. Майымызды және үстіне қантымызды 1 стакан салып, және бал саламыз қыздар. Балды бұл жерде сіздерге қаншалықты балдың дәмі жақсы болса, натуральный бал болған болса, торттарымыз сондай күшті болып шығады. Дәмі деген үлкен 3 ас қасық саламыз. Өстіп салып шығыңыздар. Және қазір осының барлығын біз газымызға қойып, астын өстіп араластырып тұрыңыздар. Өстіп қойып кетіп жүрмеңіздер, асты күйіп, қанттарыңыз жабысып кетуі мүмкін. Сол үшін жанында тұрып өстіп араластырып тұрыңыздар, толығымен ерігенше. Бұл жерде мен морозилкадан алған сары май болғандықтан еру кішкене сәл не болып жатырды. Сіздер жұмсақырақ майды салсаңыздар болады, бөлме температурасында. Еруі сәл қиындау болып жатқандықтан сіздерге оңай болу үшін кішкене жұмсақырақ майды салсаңыздар да болады. Өстіп барлығын толық ерігенше осылай араластырып тұрыңыздар. Қыздар, міне барлығы еріп, осылай ерігенше араластырып аламыз. Бір қайнатып аламыз. Бәрі толығымен ерейді. Осы кішкене астын өшіреміз да газымыздың. Қазір осының үстіне ас содамызды саламыз. Ас соданы бұл жерде мен 1,5 қасықтай салдым. Кішкене жартысын. Және қазір осыны венчиктің көмегімен тез араластырасыздар. Әйтпесе қазір ыдысымыздан тасып кетуі мүмкін. Сондықтан тез араластырыңыздар қыздар. Әйтпесе бәрі ағып кетеді. Сол үшін ыдысымызды үлкенірек ыдысқа жасасаңыздар болады. Егер тасып кетеді десеңіздер. Өстіп бәрін толығымен араластырып, басында көтеріледі, кейін кішкене басылады. Толығымен араластырып, қазір бұны қойып қоямыз суығанша. Ыстықтай жұмыртқамызды салмаймыз қыздар. Пісіп кетуі мүмкін жұмыртқамыз суығанша қойып қоямыз. Міне қыздар, осылай суыды, және осының үстіне 3 жұмыртқамызды саламыз. Бір-бірден бастап саламыз да толығымен араластырып аламыз. Қалған жұмыртқамызды салып, бір-екі қылып араластырып алыңыздар қыздар. Толығымен араластырып аламыз. Жаңағын мен басқа бір ыдысқа құйып алдым. Қазір тесто салғанда кішірек болғандықтан үлкенірек ыдысқа салып алдым да, үстіне ұнымызды шетінен салып отырамыз. Басында венчикпен араластырамыз. Одан соң қолымызбен тестоны еритін боламыз. Венчиктің көмегімен басын араластырып алыңыздар. Одан кейін екіншісін салғаннан кейін жерде уже біз қолымызбен тестамызды илейтін боламыз.
бұл жерде кәдімгі жидкий тесто болады. Жидкий тестоны қолымызбен елейміз. Сіздің ұндарыңызға қарай, егер қатты сұйық болып баратса, тағы да ұн салыңыздар. Өстіп бәрін қолымыздың көмегімен араластырып толығымен араластырып шығамыз. Мына жерде тағы соңғыны салдым. Барлығын араластырып, жақсылап барлығын араластырып аламыз, қыздар. Содан кейін қазір бұны араластырғаннан кейін әр бөліктерге бөліп шығамыз. Осындай жидкий болып шығады. Егер ұныңызды көп қосып жүрсеңіз, қатты болып шығады тестоларын кейін піскен кезде. Міне қыздар, өстіп жерімізге ұнымызды сеуіп аламыз және өстіп кішкене бөліктерге бөлеміз. Қыздар, осылай бөліп аламыз. Менде 8 дал штук шықты. 8 бөлікке бөліп аламыз. Барын тестомыздың бәрін қалғанын өстіп бәрін бірдей қылып бөліп алыңыздар. Осыны кішкене тұрғаннан кейін домалақтап алсаңыздар, жайған кезде сіздерге ыңғайлы болады. Бұлар тұрған сайын жаюға ыңғайлы болады. Міне қыздар, мен уже формасын жасап домалақтап қойдым. Осындай пергамент қағазға кішкене ұнымызды сеуіп, тестомызды жаямыз қазір. Оқтаудың көмегімен өстіп жайып шықсаңыздар, өзіңізге ыңғайлы формада. Қазір сразу кеспеңіздер, мен піскеннен кейін формасын келтіріп алам. Осылай жайып аламыз. Өздеріңізге ыңғайлы формадағы размерді дейін жайыңыздар. Осындай тарелканың формасын келтірдім. Осы бойынша қазір пісіріп аламыз. Қыздар, мен барлығын өстіп жайып шығамыз да, үстін вилканың көмегімен өстіп тесіп шығамыз. Біркелкі болып пісу үшін осылай шанашқының көмегімен істеп шығамыздар. Осыны пешіміз қызып тұрған пеште, 200-250 градус пеште пісіріп аламыз. Міне қыздар, пісті біздің бисквитіміз. Қазір жаңағы ыдысымыздың размерімен кесіп аламыз. Пешке салған кезде қарап тұрыңыздар, тез піседі. Жоғарғы температурада қойып пісіре берсеңіздер болады. Тек қарап отырыңыздар, күйіп кетпесін. Өстіп формасын келтіріп, осы екі жағынан шыққан нелерін соңына жинап, қазір бетіне біткен соң бетіне себетін боламыз. Қыздар, осында тестомыз шықты. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Қыздар, осындай жұп-жұмсақ бисквит шықты. Бізден 8 тал штугын пісіріп алдық. Қазір осыларға кремін дайындайтын боламыз. Бұл үшін бізге ыдысымызға
сметанамызды, сахарный пудрамызды және жарты банка сгущенкамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алыңыздар. Араластырып алғаннан кейін кішкене холодильникке салқын жерге қойып қойыңыздар. Қоюлана түседі, одан кішкене араластырып аламыз. Және осындай ыдысымызға, формамызға астына кішкене жағып, қазір тортымызды жинайтын боламыз. Осындай қант қосылған сиробымызды үстіне жағып шығамыз. Және соңында кремімізді салып, торттарымыздың барлығын жинап шығамыз. Барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығыңыздар. Әр кождарымызды қойған сайын үсті пропитка жасап отырыңыздар. Өзі торттарыңыз жұмсақ болады. Үстіп әр слойын үстіп креммен жағып отырамыз. Біздер барлығын толығымен үстіп креммен жағып шығамыз. Және осының үстіне жаңа шеттерін кесіп алған шеттерін үстіп үгітіп, крем тортымыздың үстіне себеміз. Үстеріне, жандарына жақсылап тұрып себіңіздер. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты шетіне сеуіп ортасын ашық қалдырсаңыздар да, әртүрлі жемістермен әсемдесеңіздер де болады. Үстіп шет-жақтарын үстіп сеуіп шығамыз. Жақсылап сеуіңіздер. Қыздар, біздің тортымыз дайын болды. Шет-жақтарын барлығын сеуіп, үстіне сеуіп айбат шықты тортымыз. Енді бұны бір күнге холодильникке қоямыз. Ертесі жесеңіздер, жұмсақ кремі де сіңіп күшті болып шығады. Керемет болып шыққан. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.